Сәлем оқырман. Аружан жаңа өмірін Бақытжан деген жігітпен бастаған еді. Күні кеше ғана некелерін қиып, үйлену жоспарда бар деген болатын. Бірақ Аружан жігіттің ата-анасымен әлі таныстапты. Тек телефонмен баталарын алып қойған екен. Оған көп көрермен наразы болып жазғасын. Аружан жауабын берді, көрейік. Зачем я оправдываюсь вообще? Ата-анасының рұқсатсынсыз тихаря барып үйленбаған ғой, тихаря барып өмір сүріп жатыр ғой деп. Это бүткіл халыққа көрсеткенде ол кісілер көрмей қалады екен, иә. Ол кісілер я слепой, я вот этот деп айтады екен да. Бұның алдында не үшін ақталып отырмын деймін да. Просто ата-анасы Бақаның, солардың нелерімен, баталарымен біз барған болатынбыз, қашан келесіңдер деп қоймағаннан кейін біз айттық, Қытайдан кейін келеміз деп. Аружан осы тақырып жайлы осылай жазған еді. Әйтеуір шалуға дайын тұратын. Адамдарға айтарым. Бақаның ата-анасы өте керемет кісілер, қашан келесіңдер деп күнде сұрап жүр. Бірақ біз жұмыс істеп, бірақ барайын деп шештік, деді Аружан. Бұл бір жылдан кейін ажырасады ғой бұл деп. Бұл бойдақ бала ғой, бір 2002-2003 жылғы шығар. Бұл байқұстың басын айналдырып алған ғой, туа болған басына байқұстың. Не болса да жас жұбайларды құттықтап қояйық. Аружан әкесінің батасын 16 ақпан күні алыпты. Махаббатары ұзақ болсын, баянды болсын. Біреу қуанса, екіншісі балағаттау мүмкін ембі, ешкім қақпақ бола алмайсың. Айтатын адам айта берседі, әрбір адам өзі біледі, не істеседі. Ал Арген болса Алматыда жүрген көрінеді. Қытаймен бизнес ашқалы жатырған секілді. Аружан да өзінің жарымен Қытайға баратынын айтқан болатын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Хочу сказать, айналайындар, өздерінің өмірлеріңнің анау, извините за выражение, дерьмоларын шешіп алып, потом біреуге көріп келдік жасап, ажырасадан бұл деген, мен гарантия берем, бір жыл ажырасады деп айтудың қажет жоқ. Өздеріңізде қыздар өсіріп отырсыздар, өздеріңізде бала өсіріп отырсыздар, так что не зарекайтесь.